Мен разбор жасаймын. Разборда мотивация бермеймін, техника бермеймін. Бұл психологический разбор емес. Бұл адаммен ашық сөйлесу. Қай жерде адам өзіне өтірік айтып жүр. Қай жерде істеу керек нәрсені істемей жүр. Қай жерде қашып жүр жауапкершіліктен. Мойындамайды. Нені мойындамайды? Мойындағысы келмейтін нәрселер. Көзқарас, мышление, болашақтағы өзін қалай өмір сүру, болашақтағы өзін көру. Осындай адамдармен разбор жасап, олардың көзқарастары, ой көзқарастары өзгереді. Уже бұл өмірге басқаша өмір қарайды. Адамдармен басқаша қарым-қатынас жасайды, жақындарымен. Сол сияқты адам түсіне келе, өздерінің қателігін мойындай келе, соны одан қашпай, былайша айтқанда санамен өсе, орысша айтқанда расширяя сознание, оған айналасы өзгере бастайды. Қарым-қатынас өзгере бастайды. И сондай қарым-қатынас айналасы өзгере бастағанда, адамның өмірі өзгере бастайды. Сол сияқты кейбір адамдар соны көріп, солармен разбор жасап, олар қазір уже басқаша өзін басқаша көріп, соған күледі. И өзін таниды. И өзін басқалардан көреді. Мен осындай болдым ғой деп. Мен осындай едім ғой деп. Сол сияқты разбор ақшаға қатысты. Ақшамен қарым-қатынас. Мәселе ақшада емес. Мәселе адам ой көзқараста. Бір жұмыстан екінші жұмысқа ауысады, бірақ айлығы өспейді. Жұмыс ауысады, бірақ адам өзгермейді. Көзқарасы, санасы өзгермейді. Разбор сол жайлы.